Көріп отырғаныңыздарыңыздай, міне біздің қыздармен ойнап отырған ойынымыз бес асық ойыны. Бұл көнеден келе жатқан қазақ халқының арулары, қыздары, әжелері ойнап өскен ойын. Бес асық ойыны бес асықпен ойналады. Асық негізі қойдың буындарынан алынған сүйекті асық деп айтады. Бес асық ойыны қойдың асықтарымен ойнайды. Міне бес асықтың біреуі хан деп аталады. Бұл ерекше, бұны әрқашанда ханды біз лақтырып отырамыз. Қалған төртеуі бір түсті болады. Бояп қойса да болады, қыздар әртүрлі ойнайды. Бұл ойын 12 турдан болады, 12 кезеңнен. Ең соңғысы ұпай қағу болады. Ұпайды бұлай қағады, бұлай алады. Бұл 10 ұпай. Егер мына бесеуін барлығын қақса 50 ұпай болады. Негізі ойын екі команда бір-біріне қарсы, командалық ойын болса үш кісіден отырады, бір-біріне қарама-қарсы отырады. Біріншімен ойнайды, екіншімен, үшіншімен ойнайды. Жекелей де ойнауға болады. Міне бірліктен бастаймыз, бірлікті міне бір-бірден қағып бастаймыз осылай. Мынау хан, қызыл түсті ханды әрқашан лақтырып отырамыз. 4 асықты алып жинаймыз. Сосын ханды ең соңында қойып, бітіргенімізді, аяқтағанымызды көрсетеміз. Қалды келесі екінші кезеңге көшеміз. Екінші кезеңді екі-екіден қағамыз. Екі асықтан міне, екі асықты қақтық қоямыз. Келесі тағы да екі асықты қақтық қоямыз. Осылай 12 кезең болады. Мысалы бірлік, екілік, үштік, төрттік, жалақ, алақан, орын ауыстыру, үндемес, сарт-сүрт, қаршу және нәби. Нәби ең соңғы ойын міне былай аталады. Тағы да ханды аламыз, барлық 4 асықты мынау воротаға кіргізуіміз керек. Ең соңғы мынау нәби деп аталады. Нәбиді кіргіземіз де ханымызды былай айналдырып жеріп, қайттан жауып, мынау воротамызды жабамыз. Сонымен асық ойыны аяқталады. Бірінші айналым.